Өткен аптаның жұмасында ұйымдастырған құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша комиссия отырысында алғашқылардың қатарында болып қалалық полиция басқармасының бастығы Серікбай Ақмағамбетов сөз алды. Баяндамашы үстіміздегі жылдың 11 айы ішінде жергілікті құқық қорғау органдарының атқарған жұмыстар бойынша есебін жасап, биылғы жылы орын алған заң бұзушылықтар саны төмендегенін алға тартты. С начала года на территории Степногорского региона всего было зарегистрировано 691 правонарушение против 937 в 2017 году. Жыл басынан бері Степногорск аумағында 691 құқық бұзушылықтар тіркелген. Өткен жыл бұл көрсеткіш 937-ні құрағантын. Ал қылмыстарды ашу 61,7%-ді құрап отыр. Аса ауыр қылмыстар ұрлау, зорлық, зомбылық, тонау және бұзақылық сынды фактілер биылғы жылы біршама аз тіркелді. Десек те тұрмыстық жағдайда болатын қылмыстар мен алаяқтық фактілері де артып отыр деді басқарма бастығы. Баяндама жылғасында белгілі болғандай, жергілікті полиция есебінде 1292 азамат бар. Жыл басынан бері 729 есептегі тұлғалар есепке алынған. Сондай-ақ 4700-ден астам тұрғындар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 42 сырқаттар емдеуге жіберілген. Ақпарат барысында жол патрульдік мамандардың қызметі, кәмелетке толмағандар бойынша да кең көлемді мағлұматтар беріліп, бірқатар өзекті сауалдар қаралды. Жауапты жүйе басшының ақпаратын назарға алған қала әкімі жұмыстар қарқынына оң бағасын берді. Органами полиции ведется очень большая работа. Полиция жүйелері тарапынан ауқымды жұмыстар атқарылуда. Тәртіп сақшыларының қызметтері өте жауапты, маңызды екенін атап өткен жөн. Бірақ та жеке құрамдағы мамандар жетіспеушілігі өзекті мәселе. Сол себептен осы бағытта шаралар қолдану қажет. Жергілікті атқарушы билік тарапынан керек көмектерді ұсынамыз деді шаһар басшысы. Күн тәртібіндегі екінші сауал бойынша малдардың ұрлануы және оның алдын алуға байланысты атқарылып жатқан шаралармен полиция басқармасы бастығының орынбасары Сакен Абылмажинов таныстырды. Баяндамашының ақпаратына сүйенер болсақ, мал жаюды ұйымдастыру бойынша жұмыстар жүйелі жолға қойылмаған. Бұл өз кезегінде жол көлігі оқиғаларына әкеп соқтыруы, үй жануарларын ұрлау фактілері тіркелуіне әкелуі мүмкін. Сол себептен де алдын алу шараларының маңызы орасан деп отыр басшы орынбасары. Проведенный анализ показал, что в результате проводимой профилактической работы краж скота в текущем году допущено не было. Арнайы әзірленген сараптама нәтижелері малдарды ұрлау бойынша алдын алу шараларының тиімділігін көрсетті. Осы ретте биылғы жылы мұндай бағыттағы заң бұзушылыққа жол берілмеді. Өткен жылы 4 жағдай тіркелген болатын. Дегенмен үй жануарларының жоғалып кету фактілері тіркеліп, дер кезінде қабылданған істердің нәтижесінде жануарлар өз иелеріне қайтарылды деді баяндамашы. Комиссия отырысының жалғасында жазасын өтеген және пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар арасында қайталанған қылмыстардың алдын алу жөніндегі шаралар туралы жергілікті пробация қызметтің инспекторы Сұңғат Османов ақпараттандырды. Атқарылған жұмыстар бойынша есебін жасап, орындалған тәртіп бұзушылықтарды назарға алды. Сонымен бірге жиналыс барысында бас бостандығына ие болған азаматтарды жұмыспен қамту мәселесі де сөз болып, бұл тұрғыда шараларды кең көлемде жүргізу қажеттігі айтылды. Осы орайда жиынды қорытындылаған қала әкімі Еркебұлан Байахметов алдын алу шараларының маңыздылығын ескере келе, барлық жүйелер заң бұзушылықтарға жол бермеу бағытында жұмыс жасау керектігін тілге тиек етті.